Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып тема аймақтар табиғаты. Природа регионов. Жаңа сөздер. Ребята, сразу же говорю, обратите внимание на специфические звуки казахского языка. При написании допускайте ошибки. Этого нельзя делать. Биыл, боран, түске дейін, түстен кейін, еру, ұзақ, үнемі, жиі, кемпір қосақ. Сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Жаңа сөздерді үйренейік. Боран. Суретте біз көріп тұрмыз, иә? Далада боран соқты. Түске дейін, до обеда. Восход у нас происходит до обеда. Значит, до – это дейін. Түстен кейін, после обеда. Закат у нас идет после обеда. Түстен кейін, кейін после, түстен обеда. Түстен кейін, после обеда. Еру. Далада қар еріді. Снег растаял, еру таять. Кемпір қосақ. Радуга. Жаңбырдан кейін кемпір қосақ шығады. Запомните употребление данных слов. Тыңда және оқы. 59-шы бет, 2-ші тапсырма. Менің атым Ерік. Ақтөбеде тұрамын. Биыл қыс суық. В этом году. Аспан үнемі бұлтты болып тұрады. Үнемі, всегда. Жиі жел тұрады. Жиі часто. Жел тұрады, тұрады, встает ветер, то есть дует. Боран соғады. Қар өте қалың. Синоптиктердің айтуынша, биыл қыс ұзақ болады. Ұзақ долго. Зима будет долгой. Жақсы балалар. Енді мына белгілер арқылы біз мәтінді айтып шығайық. Ерік Ақтөбеде тұрады. Ақтөбеде қыс суық. Ауа райы бұлтты. Қар жауады. Жел соғады. Ребята, слово соғады, дует. Или можно сказать синонимичным словом жиі жел тұрады. Часто поднимается сильный ветер. Боран соғады. Боран соғады. Қар қалың, густой. Мынау Ақтөбенің ауа райы. Келесі. Менің атым Айнұр. Мен Түркістанда тұрамын. Біздің аймақта, аймақ, регион. Біздің аймақта қыс өте жылы. Жылы, какой, ребята? Дұрыс, теплый. Күн ашық және тынық. Ребята, тынық – это тихое. Тынық относительно погоды. Тынық – это относительно водного пространства, говорят. Погода ясная и тихая. Қар түске дейін жауады. Қар жауады. Снег идет. Когда снег идет? Түске дейін, до обеда. Түстен кейін, а после обеда еріп кетеді. Тает. Синоптиктердің айтуынша, биыл қыс оңтүстікте. Мы с вами проходили выражение оңтүстік. На юге жылы болады. Енді қарайық. Айнұр Түркістанда тұрады. Түркістанда қыс жылы болады.
Күн ашық және тынық. Қар выражение түске дейін жауады. Түстен кейін қар еріп кетеді. Жақсы балалар, осылай мәтінді айтуға болады. Енді осы екі мәтінді салыстырайық. Биыл ауа райы қандай? Ақтөбеде қандай? Түркістанда қандай? Ақтөбеде ауа райы суық қыста. Да, ребята? Қыста ауа райы суық. Түркістанда қыста ауа райы жылы. Ауа райы Ақтөбеде бұлтты, қар жауады. А Түркістанда ауа райы ашық, бірақ қар жауады. Қар қашан жауады, балалар? Правильно, до обеда. Қар түске дейін жауады. Ал түстен кейін, после, қар еріп кетеді, тает. Ақтөбеде жел тұрады, или же жел соғады, боран соғады. Ақтөбе және Түркістан ауа райы әртүрлі. Ребята, что такое әртүрлі? Разное, различное. Жақсы. Вот таким образом, ребята, вы должны уметь сопоставлять два текста. Жазылым. 59-шы бет, екінші тапсырма. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, шағын мәтін құрап жаз. Тірек сөздер. Опорные слова. Биыл. Новое слово в этом году. Жиі. Часто. Суық. Холодно. Боран соғады. Сынап бағанасы. Мы на прошлом уроке проходили, да, выражение «снап бағанасы», ртутный столбик. Үнемі, всегда. Но слово «аяз», вы знаете, аяз – это мороз. Жел тұрады, түске дейін, түстен кейін, қар жауады, идет снег, қалың, густой. Синоптиктардың айтуынша, по высказываниям синоптиков, ұзақ, долго. Осы сөздерді қолданып, сен тұратын аймақта қыс қандай деген мәтін құрап жазасыңдар. Вы должны будете написать мне небольшой текст в пределах 5 предложений. Зима в регионе, в котором ты живешь. Жақсы ма, балалар? Бұл жазбаша жұмыс. Письменная работа. Есте сақта, балалар. Септеуліктер. Вот мы сегодня с вами очень часто встречали слова дейін, шейін, кейін. Да? Чаще всего дейін и кейін. Что это такое? Это называется септеуліктер. От слова септеу. То есть после логи. Переводится на после логи. То есть после основных слов. Да? Вот. А септеуліктер это септеу это падеж. Значит, чаще всего эти слова стоят после падежных слов. Например, посмотрите. Жаңбырға дейін. Жаңбыр, дождь, прибавляется к нему падежное окончание. Барыс, септік, потом добавляется после лог септеулік дейін. Значит, в переводе до дождя переводится. Чаще всего после логи септеуліктер шейін, дейін указывает на временное пространство. Уақыт, мерзім. Уақыт – это время, да, ребята? После логи кейін, соң, әрі употребляются со словами, которые стоят в шығыс септік, в исходном падеже, с окончаниями тан, тен, дан, ден. И эти послелоги септеуліктер означают пространственное отношение. Допустим, до школы, после школы, да?
Допустим, магазин находится дальше школы, то есть пространственные отношения. Кашықтық. Например, посмотрим. Жаңбырдан кейін, после дождя. Обязательно, когда мы переводим такое выражение, переводится сначала после лог, после дождя. А когда с русского языка переводите на казахский язык, то сначала у вас идет слово, потом только после лог. Жаңбырдан кейін. Вот посмотрите, пожалуйста, примеры. Қысқа дейін, қыс корень, қа окончание барыс септі, потом после лог данного падежа дейін. Түске дейін. Все они переводятся до зимы, до обеда, до города. Орманға дейін. Переведите, балалар. Как переведем орманға дейін? Орман это лес. Жақсы. До леса. Кейін после. И слово после лог соң тоже переводится после. То есть это синонимичные послелоги. Сабақтан соң после урока. И можно употребить сабақтан кейін после урока. Вот это надо, балалар. Есте сақтаңдар, запомните, және жазып алыңдар, запишите, жаттап алыңдар, выучите. Мысалы, жаңбырға дейін, до дождя. Погода какая? Бұлтты. Жаңбырға дейін, ауа райы бұлтты. До дождя у нас погода облачная. Жаңбырдан кейін, после дождя, ауа райы ашық. Жаңбырдан кейін, ауа райы ашық. После дождя погода ясная. Или же орманға дейін. Дорожка протоптана до леса. Жол орманға дейін жатыр. Или до леса 5 километров. Орманға дейін 5 километр. И выражение кейін. Орманнан кейін үй бар. После леса стоит уже наш дом, например, да? Или орманнан кейін өзен ағып жатыр. После леса течет река. Ребята, еще раз говорю. После логи септеуліктер употребляются в казахском языке после основного слова, которое имеет окончание падежа, соответствующего после лога. Кейін это шығыс септік, дейін это барыс септік. Айтылым, говорение. 61-ші бет, 7-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап берейік. Отвечаем устно на вопросы. Аспанда кемпірқосақ қай кезде пайда болады? Кемпірқосақ – это новое слово, мы с вами проходили. Что такое кемпірқосақ, балалар? Радуга. Правильно, дұрыс. Аспанда кемпірқосақ қай кезде пайда болады? Когда он появляется, ребята? Дұрыс. Жаңбырдан кейін, после дождя. Значит, сначала после, дождь стоит после лога. Жаңбырдан кейін пайда болады. Второе. Мектепке қанша уақыт боласың? Сколько времени или до какого времени ты находишься в школе? Допустим, до обеда чаще всего, да? Значит, до обеда будет до обеда перед ним. Түске дейін. Запомните еще раз, ребята. После логи септеуліктер всегда пишутся после основного слова с окончаниями падежа. Септелік, барыс септік, шығыс септік. И мына жерде үшінші сөйлем. Үйге дейін. Видите? Дейін, үйге. Қанша минут жүресің? Ну, давайте ответим. Каждый отвечает сам по-своему, да? Мен үйге дейін 30 минут жүремін, допустим. Қар жауғаннан кейін. Жауғаннан кейін. Нан – это окончание шығыс септік. Шығыс септің жалғауы. И после него, после лог, септеулік. Кейін
Значит, переводим. После того, как пойдет снег, какая погода? Күн қандай болады? Конечно, ребята, зимой ауа райы қандай? Молодцы, правильно. И отвечаем на вопрос, каким образом? Не изменяя предложение. Вместо вопроса подставляем ответное слово. Қыстан соң қай мезгіл болады? Выражение соң – это синоним кейін. Кейін – это после, соң тоже после. Қыстан соң, естественно, после зимы у нас қай жыл мезгілі? Дұрыс, балалар. Бұл ауызша жұмыс. Балалар, тақырып түсінікті ме? Все ли вам понятно, ребята? Тақырып түсінікті ме? Жақсы, онда тапсырмаларды орындаймыз. Сау болыңдар, балалар.